Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шайпян, әдеттегідей кітап туралы әңгімелесетін боламыз. Бүгін менің замандасым ұсынған 3 кітап айдарында осы алыстан келген, Ақтаудан келген қонақ, өздеріңіз жақсы танитын белгілі IT маманы және Тимур Академиясы оқу орталығының жетекшісі Тимур Бектұр. Енді Астанаға келгенде тығыз уақытына қарамай сондай қолқа салып бүгін шақырдық. Осы ұсынысымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Әлеуметтік желіден сіздің де кітапты жаман оқымайтыныңызды білеміз. Енді біздің менің көрермендеріме және жалпы біздің жастарға қандай өзіңіз ұнатқан, сондай өзіңізге қатты әсер еткен қандай бір кітаптарды ұсынар едіңіз? Армысыздар баршаңызға. Бүгінгі айдарыңызға дейміз бе, әлде бүгінгі саныңызға шақырғаныңызға рахмет. Енді жалпы ұсыну үшін бәлкім жанр бойынша анықтаған дұрыс шығар. Төте сұрақ. Мен мысалы соңғы кезде бизнес кітаптарды немесе мотивациялық дейді, жеке тұлғаның дамуына қатысты кітаптарды өте жиі оқып жүрмін. Сондықтан бұл жанр бойынша енді бұл былай қарағанда жаңа попса деген сөз бар ғой. Жұрттың барлығы жарнамалап жатқан, сәнге айналған. Қандай сайтты, кімді тыңдап қалсаң да айтып жататын кітаптар енді қазір айтқалы отырғаным. Дегенмен шындығында олар өте пайдалы деп айтар едім. Мысалға ол жаңа Стивен Кови деген бизнес коуч бар, қайтыс болып кетті. Сол кісінің 7 навыков высокоэффективных людей деген. Яғни еңбекқор адамның 7 қасиеті деп аударса болатын шығар. Осы кітабын жаңағы қолдан тастамай оқуға болады. Бұл мотивациялық кітапқа жатады, жеке тұлғаның дамуына да тікелей қатысты. Бұл енді бір жағынан кез келген қоғамның құндылықтарына да сай келе алатын кітап деп ойлаймын өз басым. Себебі ол жерде нақты бір пікірді немесе нақты бір ұстанымды тықпалау жоқ. Мысалы, бұған дейін мен негізі жалпы жеке тұлғаның дамуына қатысты Брайан Трейсиде өте көп басшылық қалған едім. Себебі Брайан Трейси жалпы тайм-менеджменттің гуруы деп саналады. Тайм-менеджмент бойынша шебер мамандардың бірі. Өте көп кітап жазған бұл салада. Бұны екінші кітап ретінде айтқалы отырмын, Брайан Трейси туралы. Ал мен бірақ неліктен бірінші Стивен Ковиге тоқталып отырмын, себебі Брайан Трейси өзінің кітаптарында өте нақты бір шарттылық ұстайды. Мен бір жылдары роботқа айналып кете жаздағам, 2008-2013 жылдары. Яғни өте қатты ұстану керек, нақты бір қалыптың ішінде жүру қажет болады. Сол бір өзіңнің формулаңды бұзбау қажет болады. Басында қызық, себебі адам негізі тәртіпке, жалпы тәртіп іздеп жүреді деп ойлаймын адам. Сондықтан әртүрлі бір жолдарын қарастырады. Бірақ ол енді тіпті қалыпқа салып жібереді. Адам ең соңында қозғалатында бос орын қалмайды. Сосын барып сол ізденістің нәтижесінде, сосын екіншіден жұрттың барлығы айтып кеткеннен кейін осы Стивен Ковиге тоқталдым. Сөйтсе ол кішкене сәл босаңырақ қарайды екен. Бірақ бұл уақыт жағынан босаңырақ емес, тәртіп немесе қандай да бір мәселелерге приоритет қою жағынан. Мысалы, қай жерде отбасылық құндылықты жоғары қою керек, қай жерде мансап мәселесін жоғары қою керек, қай жерде адамның жеке өзінің мәселесін жоғары қою керек. Осындай жақтарға жақсы бір формулалар ұсынады. Сондықтан бір жағынан кішкене босап қалдым. Брайан Трейсиден кейін бір таза шыққандай болдым. Сондықтан Стивен Ковидің жаңағы 7 навыков высокоэффективных людей деген кітабын ұсынамын. Екіншіден жаңағы айтып отырған Брайан Трейси деген автордың тайм-менеджмент деген кітабы бар. Кәдімгі солай аталады, тайм-менеджмент. Сосын екіншіден No Excuses деп аталады, яғни орыстар нет оправданий деп аударып жүр.
калай жакшы калай отурамыз дел калса экөөбүз. Ақталуға. Акталууга жол жок. Акталууга жол жок деген өтө жакшы китап. Себеби биздердин өмүрүбүз жалпы акталуудан турат. Тірі себептері. Мисалга айталык, мисалы биз мусулман калкыбыз, мусулман калкы энди мусулман адам кайтеді? Мусулман адам болгосын ол мусулмандыктын шарттарын сактоо керек го. Иман шарт бар, мусулмандык шарттары бар, 5 парызыбыз бар. Енді осы мәселеден алып келіп қарағанда да, мысалы, ораза неге ұстамайсың? Бұл енді қалыпты сұрақты. Бұл ешқандай да ешкімнің жеке жаңағы интимдік деп айтамыз ба, жеке өзінің территориясына қол сұғу болып саналмайды. Себебі бұл мұсылмандық болған соң орындалуы қажет шарттар. Яғни сол сөз арасында тиісу міндет емес, жай ғана намаз оқисың ба деген сұрақтарда да ақталуды бастаймыз. Немесе тұрмысқа шықпай жүрген қыздар болады, үйленбей жүрген жігіттер болады. Не істеп жүрсің дегенде де ақталу басталады. Жұмыссыз жүрген жастар бар. Жұмыс қайда десе де ақталу басталады. Біреулер тым ашуланшақ болады, ол да өзін ақтап алады. Біреулер тым қызғаншақ болады, ол да өзін ақтап алады. Біреулер бүгін үйленіп ертең ажырасып кетеді, ол да өзін ақтап алады. Яғни біздің өміріміз жалпы ақталудан тұрады да. И осы жерде оның түпкі мағынасы, оның түпкі себебі қайдан шығып жатыр? Жалпы ақталудың өзі неге әкеледі? Біз не үшін ақталамыз деген мәселелерді жақсы зерттеп тастаған. Сондықтан осы екі кітабын ұсына аламын, Брайан Трейсидің. Үшіншіден Дэн Пинк деген жігіт болу керек, егер авторынан қателеспесем. Драйв деген кітабы бар. Ол анау таратуға тұратын идеялар деген лозунгпен жүретін TED бар ғой. TED конференция. Сол конференцияда да сөйлеген. Сол жерден жалпы өзінің идеясының немесе айтып жүрген мәселесінің қысқаша бір нұсқасын сол TED-тен тыңдауға да болады, егер кітап оқуға ерінетін көрермендеріміз болса. Бірақ сол кісінің Драйв деген кітабында жалпы адам баласына бір нәрсе жасату үшін оған қалай шабыттандыру керек деген мәселеге тоқталады. Яғни оған қай жерде оған ақшалай, яғни материалдық өтемін төлеу керек, қай жерде оған қолпаш ұстау керек. Яғни себебі ол бір өзінің тәжірибесін жасаған. Сол тәжірибеден көргенде, мысалы, шығармашылық адамдарға дейді, шығармашылық адамдарға алдын ала еңбегінің өтемақысын айтып қойса, мысалы, саған қазір осы жұмысты жасағаннан кейін мен саған $500 төлеймін десе, онда оның шығармашылық қабілеті сол бастан тоқарауға ұшырайды екен. Яғни оның санасы, жаңағы түп санасы дейміз бе, подсознание. Сол $500 ойлап, сол бір шеңбердің аясында ғана жұмыс жасайды екен да. Сондықтан оның бір айтатын идеясы жалпы шығармашыл адамдарға беру қажет дейді, әрине еңбегінің өтемақысын беру қажет дейді. Бірақ негізгі жұмысты бітіргеннен кейін дейді. Олар, яғни не бітірсең де, не жұмыс бітіргеннен кейін қандай өтемақы берсең де, негізі олар соған қуанады дейді. Бірақ алдын ала айтпау керек дейді. Кейбір тапсырмаларда алдын ала айту керек. Сол осы жағын жақсы зерттеп береді. Өте бір қызықты кітап. Мотивациялық кітаптардың басым көпшілігі әдетте не тормози деп басталады. Яғни өз-өзіңе ешқашан тосқауыл қойма, ойыңа не келіп тұр соны жаса, не ішкің жегің келіп тұр соны ішіп же, не айтқың келіп тұр соны айта сал деген секілді. Бір жағынан бұл бізге көмектеседі, себебі біз көп жағдайда бір тығылып қалған қоғамбыз өз-өзімізге. Жалпы кішкене босау, ашылу қажет. Көпшіліктің алдында сөз сөйлеп білу, идеяңды айта білу, ұсынысыңды дұрыс жеткізе білу, қарым-қатынас жасай білу қажет. Сол ұяңдықты, қажеттен тыс бостықты жеңу үшін мүмкін осындай мотивациялық ұрандар қажет жалпы. Бірақ сол шектен асып кетпеу керек. Сол үшін біз енді ислами құндылықтарды іске қосамыз. Бұл әңгіме қайта-қайта дін мәселесіне айналып келіп жатқаны
сіз Брайан Трейсиді алмаңыз, жаңағы мен айтып отырған, жаңағы мен айтып отырған Стивен Ковиді алмаңыз. Барлығының кітабының ішінде, мысалы былай қарасаңыз тайм менеджмент айтып жатқаны. Былай қарасаңыз жеке тұлғаның дамуы жөнінде мәселе қозғап жатыр. Бірақ бәрібір олар қайтадан алып келіп дінге соғады. Библиядан жаңағы өздерінің аяттарын береді. Библияда осылай делінген дейді. Жаңағы Құдайдың сөзінен үзінділер келтіреді. Неліктен мұсылман дінінде олай жасамасқа? Осы жағынан қазір бір ізденісте жүрмін. Бірақ негізге ұсынатын кітаптарым осылар. Ал кітап оқу дағдысын қалай қалыптастырдыңыз? Қай кезден бастап? Шынымды айтсам, мен қазір кітап оқу дағдысынан біраз айнып қалдым. Біраз шатасып қалдым. Кітап оқу дағдысын бала кезден қалыптастырдым. Айта алмайды екенмін қалай қалыптастырғанымды. Себебі мен мектепке бармай жатып әріп таныған өз алдына кәдімгі сөйлем құрастырып кітаптан, газеттен оқи алатын болғам. Балабақшаға бармағанмын. Оны қайдан үйрендім, оны білмедім. Үйдегілер айтпады. Яғни 4-5 жасында кітап оқып кеттім. Бірақ түсінбеймін, бірақ оқи аламын да. Судыратып. Содан болу керек, шамасы сол 2-3 сыныптан бастап кітапханаға сапар шегіп бастадық. Сосын кейін ағам бар алдымда, апам бар, өзім туған тумаластарым. Сол үшеумізден жасырып оқитынбыз кітап, бір-бірімізден жасырып, қызғанып, тығып, жастықтың астына тығып қойып, айтпай. Жалпы өздігінен қалыптасқан болар. Білетін 1-2 курсқа дейін кітапты өте көп оқыдым. Қазақша кітапты өте көп оқыдым. Көркем шығармалар ғой, сонда? Көркем шығармалар негізінен. Сосын кейін енді қазір басқа тілдерді меңгергеннен кейін сол өзге тілде кітаптарды оқып жүрміз. Айтайын дегенім, сол дағдыдан кішкене шатасып қалдым. Себебі бұрын тек қана бір бағыттағы, бір жанрдағы кітаптарды оқып, соның қызығымен 2-ші кітапты бастап, соның қиялымен 3-ші кітапты бастап, жаңағы кітаптағы кейіпкердің өмірін армандап жүріп, келесі бір кітапты бастап, сөйтіп бір кітаптан бір кітапқа ауысып жүрсек, қазір енді ортасына бизнес кітап түсіп кетеді, одан кейін нақты жаңағы IT саласына қатысты кітап түсіп кетеді. Сол кезде жаңағы тәтті сезім, кейіпкердің өмірінен алған бір күшті бір қияли ойлар, образдар жоғалып кетіп, сол кітап дағдысы сәл кежеуілдеп қалады екен. Жалпы кітап оқу дағдысы дегенде қашан бір бос уақыт болады, сол кезде кітап оқимын. Мейлі ол аяқтың үстінде келе жатып та, 2 бағдаршамның ортасында да кітап оқып бастаймын. Немесе жолы сапар шеккенде, ұшақ үстінде. Жалпы негізінен бос уақыт бар кезде. Ал қазір көп адамдар мынандай да түсінік бар да, мысалы әдебиетшілер кітап оқу керек, бірақ өзге нелерге енді мамандық иелеріне онша кітапты қажет, соншалықты қатты оқудың қажеті жоқ деген сияқты да бір ойлар айтылып қалады. Ал сіздің бір Тимур Бектұр болып қалыптасуыңызға кітаптың қаншалықты әсері болды? Кітап өте қатты әсер етті. Балалық шақта саяхат бар, барлығымыз оқитын, қайталап оқимын үнемі. Менің атым Қожа бар, жаңағы Сәбит Мұқановтың өмір мектебі бар, Әзілхан Нұршайықов бекен, Әбдіжәміл Нұрпейісов бе Қанментер. Әбдіжәміл Нұрпейісов Қанментер бар, Сәйт Мұқановтың Ботагөзі бар. Яғни осының барлығы жалпы, сосын Шерхан Мұртазаның Қызыл жебесі бар, Тұрар Рысқұлов жайында. Осының барлығы негізі болмысты қалыптастырады ғой. Болмысты қалыптастырады, сөз саптауды қалыптастырады, сөздік қорды көбейтеді. Мысалы, сосын бұрын жігіттер, ұлдар, ер адамдар қиын қыстау кезде қалай қарым-қатынас жасаған, үлкен әжелеріміз қандай болған деген сияқты. Ұл бала мен қыз баланың ортасында қарым-қатынас қандай болу керек. Енді бұл әдеби персонаждар, кейбір жері қиялдан туған сюжеттер. Дегенмен осының барлығын ешбір ата-ана жүресінен отырып алып, ол қызына түсіндіретін тәрбие жұмыстары емес та. Сондықтан осы жағынан келгенде жақсы әсер етті. Білмедім, бір жағынан әлі де кітап құмар болып қалғанымыз соның әсері болса керек. Ал кейін енді өскен соң, көзіміз ашылған соң, енді тырнақшаның ішінде
Бизнес китаптар, ошол искерлик китаптар, туугалык дамуу китаптары әсер этет го. Жалпы тұшымды әңгімеңіз үшін көп рахмет, Тимур. Енді сіз өстіп алыстан келіп жатқаннан кейін мына қазіргі уақытта осы өзі Нобель сыйлығының иегерлері бізде бұрын кеңес кезінде аударылғаны болмаса, кейінгі кезде осы аудары енді ғана қолға алынып жатыр ғой. Сонымен осы жақында ғана шыққан Орхан Памуктың "Менің атым Қырмызы" деген кітабын сізге сыйлағым келіп отыр. Сізге болғанда да сізге емес, үйіңіздегі осы жақында ғана Тимурдың үйінде кішкентай үшінші сәби дүниеге келген Әбдірахман деген сол жігітке атап сыйлағым келіп отыр. Рахмет, көп рахмет. Алла разы болсын. Бұл іздеп жүрген кітап еді. Қуаныштымын. Рахмет. Оқып, енді әлеуметтік желіде пікіріңізді жазасыз деген ойдамын. Әрине. Рахмет көп сізге. Ал достар, жақсы кітап оқиық, кітаппен дос болайық. Менің каналымда келесі кездескенше сау болыңыздар.